кінә менен ба дейді. Жоқ жаным, кінә емес, кішкене қимылдау керек. Жеңгелер бар сенен құтыламай жүрген, сол жеңгелеріңе, келіндерге айту керек, мені таныстырыңдар, срочно күйеуге шығуым керек десең, сен өпейт-сөпейт біреуге, қайнысына, інілеріне, туысқандарына ұзатып жібереді. Содан сен де мұрныңды көтере берме, қарындасым. Ой, сен аяғың қисық, мұрның картошка, құлағың қалқан құлақ, дипломың бар ма, машинаң бар ма, кредитің жоқ па деп өз планкаңды көтере берме жан. Жаңа келген қызыңа, жігітке бақытты бол, ар жағын Құдайдан сұрап, тәуекел Алла деп, тәуекел түбі қайық мінесінде кетесің күйеуге шығып, уайым түбі теңіз күйеусіз қалып қоясың деген бір сондай бір сөз бар. Сондықтан алтыным, Алладан сұра, содан келген нәрсеге тәуекел Алла деп бара бер жан. Тәуекел Алла деп бара бер, отыра берме. Өзі 28-ге келдің. Енді тағы шыдасаң 35-ге келесің, болды, ары қарай уже шанс почти нөлге жақындайды. Сондықтан жаным, қара. Күтіп отыра берме, аппақ атпен келеді, аппақ қар деп келмейді ол, аппақ қарда. Аппақ үш боз атпен, содан кейін әдемі лимузинмен, пейп деп келмейді, оны күтпей қой. Құдайдың өз бергені, сол жаяу келген болса, өз бақытты болады. Содан екеуің бір машина аласың, Құдай берсе, соның бақытты боласыңдар жаным. Сөйткен жақсы болады. Күтіп, машинамен келеді деген ол 2030, 2050 болады, сонымен өзді өмір деп